Сәлем, құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сендермен Students Book'тың 35-ші беттегі тапсырмаларын орындаймыз. Ең алдымен арнаға тіркеліп, достарыңмен бөлісіп қой. Бұл тапсырмалар грамматикаға байланысты берілген Present Continuous шағына қатысты жаттығулар. Сонымен бастайық. Бірінші тапсырма Complete the sentence text on page 34. Then choose the correct words in rules from A to C. 34-ші беттегі берілген мәтінге қарай отырып, сөйлемдерді толтыру керек. Осы сөйлемдердегі қалып қойған сөздердің барлығы 34-ші беттегі мәтінде бар. Міне дұрыс жауаптары. Біріншісі, animals are becoming extinct. Жануарлар жоғалып кетуде. Екіншісі, we aren't killing all these animals directly. Біз бұл жануарлардың барлығын тікелей өлтіріп жатқан жоқпыз. Үшіншісі, our pollution and construction changing the climate. Біздің ластануымыз бен құрылысымыз климатты өзгертеді. Келесі екінші тапсырма. Find the present continuous form of verbs from 1 to 6 in the text on page 34. Then read the spelling rules and match the verbs to spelling rules from 1 to 3. Which verb doesn't match any rule? Тапсырмада сендерден төменде берілген become, die, hand, change, run, read деген етістіктерді present continuous шағына ауыстырыңдар деп сұрап тұр. Present continuous шағы қазақ тілінде нақ осы, дәл осы шақта істеніп жатқан іс-әрекетті білдіреді. Сен дәл қазір не істеп тұрсың, соны present continuous шағында айта аласың. Формасы am is are және негізгі етістікке ing жалғану арқылы жасалады. Алдымен өздерің орындап көріңдер, сосын менің жауаптарыммен тексеріп алсаңдар болады. Міне дұрыс жауаптары. Біріншісі, become, болу, becoming, болып жатыр. Екіншісі, die, өлу, dying, өліп жатыр. Үшіншісі, hunt, аулау, hunting, аулап жатыр. Төртіншісі, change, өзгеру, changing, өзгеріп жатыр. Бесіншісі, run, жүгіру, running, жүгіріп бара жатыр. Алтыншысы, read, оқу, reading, оқып жатыр. Міне, бұлар екінші тапсырманың толық дұрыс жауаптары. Егер тақырып түсініксіз болса, мұнда берілген көктің ішіндегі ережені оқып шығыңдар. Most verbs plus ing. Мысалы, meet, meeting, play, playing. Меніңше өте түсінікті оңай тақырып деп ойлаймын. Келесі, үшінші тапсырма бізде listen to the sounds, match the things in A with actions in B, then write sentences describing the actions using the present continuous. Бұл тапсырмада A жақтағы сөздерді B жақтағы сөздерге сәйкестендірулерің керек. Сосын жақшаның ішіндегі сөздерді ашып, present continuous'та сөйлем құрау қажет. Ал міне дұрыс жауаптары. Біріншісі, two dogs are running in the park. Жақшадағы сөзді ашып, оған ing жалғауын жалғау керек. Екі иттер паркте жүгіріп жүр. Екіншісі, a parrot is speaking English. Тоты қыз ағылшын тілінде сөйлеп тұр. Үшіншісі, a man is attacking a mosquito. Mosquito дегеніміз жәндіктің атауы, ер кісі москитаға шабуылдап жатыр. Төртіншісі, a whale is singing to its partner. Кит өз серіктесіне ән айтып тұр. Бесіншісі, children are making a cake. Балалар торт пісіріп жатыр. Алтыншысы, girls are practicing the piano. Қыздар фортепианода жаттығу жасап жатыр. Жетіншісі, a lion is having a meal. Арыстан тамақтанып жатыр.
Міне осылар үшінші тапсырманың толық дұрыс жауаптары. Келесі бізде төртінші тапсырма work in pairs. Read the prompts and look at the picture. Make affirmative and negative sentences using the present continuous. Бұл жерде суретке қарай отырып, сөйлем құрастыруларын керек, және сөйлемдеріміз болымды және болымсыз түрде present continuous шағында жасалуы керек. Мысалы, бір сөйлемді үлгі ретінде көрсетіп қойған. A child isn't sitting by the river. Бала өзеннің жағасында отырған жоқ. She is standing by the river. Ол өзеннің жағасында тұр. Ал жауаптарын қараңдар. Біріншісі The child isn't feeding bears. Балақай аюды тамақтандырып тұрған жоқ. Екіншісі The child is feeding ducks. Балақай үйректерді тамақтандырып тұр. Үшіншісі Falcon isn't sleeping. Сұңқар ұйықтап жатқан жоқ. Төртіншісі Falcon is hunting. Сұңқар аулап жүр. Бесіншісі Two people aren't watching all. Екі адам үкіге қарап тұрған жоқ. Алтыншысы Two people are watching Falcon. Екі адам сұңқарға қарап тұр. Жетіншісі Three people aren't swimming. Үш адам шомылып жатқан жоқ. Сегізіншісі Three people are running. Үш адам жүгіріп бара жатыр. Ал оқушылар, сендерге төртінші тапсырманың толық дұрыс жауаптарын көрсеттім. Түсінікті болды деп ойлаймын. Каналға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі бізде бесінші тапсырма Write sentences about what is happening now. Бұл тапсырмада төменде берілген сөздерді қолдана отырып, present continuous'та сөйлем құрастыруларын керек. Біріншісі дұрыс жауаптары My parents are working. Менің ата-анам жұмыс жасап жатыр. Екіншісі The teacher is writing on the board. Мұғалім тақтада жазып жатыр. Үшіншісі I am sitting next to a girl. Мен қыздан кейін отырмын. Төртіншісі We are working hard. Біз қиын жұмыс жасап жатырмыз. Бесіншісі I wearing jeans. Мен джинсы киіп жатырмын. Алтыншысы The student by the door is listening. Есіктің жанында оқушы тыңдап тұр. Осымен құрметті оқушылар, 35-ші беттегі барлық тапсырмалардың дұрыс жауаптарын аудармасымен бірге көрсетіп шықтым. Түсінікті болды деген ойдамын. Егер сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңдар, назарларыңа рахмет.